Сәлем достар, сіздермен бірге мен Леди Кавсар. Бүгінгі видеода мен сендерге мектепке луктар немесе образдарды көрсететін боламын. Егер сендерге қызық болса, ары қарай көріңіздер. Так, достар, бірінші киім немесе лук, бірақ оны мен дене шынықтыруға кием. Ладно. Яғни бұл бізде спортивка. Осындай темно-синий. Мына шетінде бізде осындай вышивкасы бар. Кавсар. Ладно. Потом осындай жеңі ұзын, осындай спортивка темно-синий. Күндері бұның үстін мен өзім сыртынан киіп алсам болады, рубашканың сыртынан кемпір сияқты болып. Екінші образда немесе лукта мен осындай ақ түсті рубашканы кидім. Оның былай түймелерін жапқан кезде, түймелері оның осындай. Осы түймелерін жапқан кезде мына жағы жабылады да, мына беті өйтіп жауып тұрады. Сонда өте аккуратно көрінеді. Ол денеде өте свободно әрі жеңіл болып тұрады. Және оның үстіне мен осындай ұзын галстук тағамын. Классын тоже. Рубашканың астынан мен өткен жылғы осы юбкамды киемін. Ол өткен жылғы болса да, ол маған дұрыс. Кішкене длинасы қысқа, бірақ қатты емес. Және оның астынан мен, для удобства, конечно, шортик киіп жүрем. Осындай. Үстіне де мен жаңа темно-синий спортивканың үстін. Дышы болатын күндері немесе осындай сұр түсті зип-худи. Ол анадан қарағанда жаңағы темно-синийден қарағанда үлкенірек, более, жаңа мен үстіме тура келеді, бірақ кішкене свободно отырады, но реальный оверсайз просто. Немесе мен осындай кардиган кисем де болады, сол луктың үстінен. Осындай қоңыр түсті, бұл да өткен жылға, бірақ ол вполне нормально. Осындай қоңыр түсті, жилетканы киюге болады, бірақ мен осы жылы да темно-синий аламын, ол более қалыңырақ болады. Оны мен сіздерге Back-to-School'дың екінші бөлімінде көрсем, бұл жай луктарға арналған, ал ол Back-to-School'да мен сіздерге еще канцелярияда көрсем. Еще рюкзак. Представьте то, что он темно-синий түсті. Еще мен ойлағам то, что андай темно-синий жилеткалар деп, типа костюмный, знаете? Типа наденешь брошь. Ладно. Но это не точно, потому что точно алым келген білмеймін. Но вот. Тағы да айтарым, келесі Back-to-School'да мен еще сіздерге туфлиді көрсетем. Ладно, көп спойлер айтпайым. Және сол туфлиді киінге, короче, осындай носки. Үшеуі пара негізінен. Біріншісі осындай. Оны да осы лукпен кисек те болады. Келесі осындай Сан-Франциско. Еще осындай қызыл түсті. Тоже полоскилар бар. Олар ұзын болып тұрады. Ең ұзына осы. Одан кейін мынау и
3 бара осындай носки мектепке. Менің образдарым, луктарым әртүрлі болып тұру үшін мен оларды әрине бір-бірімен ауыстырып киемін. Это, как бы факт. Келесі образ, мен оны осындай укороченный, укороченный рубашкамен киемін. Ол маған өте қатты ұнайды. Оның жағасы да бар. Бұны мектепке, в принципе, киюге болады, потому что укороченный, бірақ менде еще шалбар бар, который высокий талия, да? Қазір вот, конечно, в курсе. Осы шалбармен, осы рубашкамен жаңағы шалбарды кигенде өте әдемі болады. Еще мен галстук тағамын, вообще перфект болады. Бұл рубашкада осындай түймелер, олар өте әдемі, яғни сорнелер бар. Арты осындай. Және жеңдері де оның кішкене қысқалау. Жаңағы рубашкамен мен осындай шалбар киемін. Былай қарасаңыздар, обычный шалбар сияқты. Қазір мен дұрыс көрсетемін, I'm sorry. Былай қарасаңыздар, обычный шалбар. Но есть одно но. Ол біріншіден ол высокая посадкада, және оның аяқ жағы клеш, яғни свободный. Осындай. Ол темно-синий түсі тоже. Мен бүкіл форманың темно-синий болғанын қалаймын, себебі маған ол вполне ұнайды. Но көбісіне білемін, қара түсі форманы ұнайды, маған лучше темно-синий. Осылай көрінеді. Арты осындай. Менде өткен жылдан қалған 2 рубашкалар бар. Ол екеуін мен осы киімдермен ауыстырып киемін. Бүкіл образдарымды, бүкіл луктарымды, бүкіл киімдерімді бір-бірімен ауыстырып, өте ерекше қылып киетін боламын. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер сендерге бұл видео ұнаса, әрине лайк қойып кетіңдер, каналға жазылыңдар және колокольчикті басыңыздар. Себебі колокольчикті басқан кезде сіздер менің жаңа видеоларымды көре аласыздар. Және осы 2 аптада мектептің соңғы күндерінде менде өте көп, жаздың соңғы күндерінде менде өте көп видеолар шығады. Мен видеоны қазір өте жиі шығаруға тырысып жатырмын, сондықтан да арнама тіркеліп кетіңіздер және көп лайк жинаңыздар. Скоро Back to School'ның 2-ші бөлімі шығады, және 3-ші бөлімде болады спойлер. Мен ояқта рюкзакты мектепке жинаймын. Әлі тағы көптеген влогтар шығады мектеппен байланысты. Сондықтан да мен арнама тіркеліп кетіңіздер, колокольчикті басыңыздар. Осындай видеоларды мен арнадан көрсеңіздер де болады. Всем пока!